ата, мені бір ой мазалап жүр. Қандай ой? Осы анау қырғыз қазақ бір туған деген қалай ол сонда? Уа, міне, қырғыз қазақ бір туған. Қалғандарын кім туған деген сөз бар ар жағында. Бұл қазақ қырғыз ежелден төсекте бас төскейде мал қосылған, ауыл аралас қой қоралас жатқан. Тілі, діні, әдет ғұрпы, салт дәстүрі, бұл қонақ күтісі айнымайды бір-бірінен. Міне, сондай ұқсас халық. Міне, көрдің ба? Ал еді бұл қазақ пен қырғызды не бөліп тұр деген сұрақ болады. Bir бұт бөліп тұр бәрін. Бұт қойыңыз ай. Жеді қара, бұт деп нені айтып тұрсың? Аяқ киім киетін жерде айтады екен бұт деп. Тізеден төмен қарай айтады екен. Біздікі жоғары қарай кетіп қалады ғой. Олардікі төмен қарай кетіп қалады екен. Сол енді қарасаң, қырғыздарда 2 бұт, қазақтарда 1 бұт болады екен. Бірақ сол 1 бұтпен ақ 16 миллион болдық қой. Балам, сен неге тамағыңды ішпей отырсың? Тамақ ішпеймін мен. Ет жегім келмейді. Балам, сен білесің ба? Біздің ата-бабаларымыз ет жегендіктен шетінен бәрі батыр, күшті болған, ел қорғаған. Ана еттен жесең, сен де сондай күшті батыр боласың. Жеші айналайын. Қойшы, жемеймін. Балам, сен білесің ба? Қазақтар дүние жүзі бойынша ет жеуден 1-ші орында. Өтірік айтпа. Біз 2-ші орындамыз. Әй, қалай біз 2-ші орынға түсіп қалдық, 1-ші орында едік қой? 1-ші орында кімдер? Қасқырлар. Әй, қалайша біз 2-ші орынға түсіп қалдық? Құнандайлардың кесірінен 2-ші орынға түсіп қалдық қой. Geldim. Қандай сабын жүрсің? Ешқандай адамның қолы жетпейтін жерде өсетін шөп бар шетелде. Ойбай, қол жетпесе оны қайтып алады? Құстар бар емес пе? Құстар сол шөпті жейді. Сосын ол құстар жеп асқазаны, яғни тойы, бөтегесі бұлтиған кезде адамдар оны атып алады. Сосын жаңа асқазандағы шөпті алады да, солардың қосындыларынан керемет бір крем, сабын жасап шығарады. Мен соны қолданам бетіме. Етің күшті ғой сен. Иә. Сен енді жас көрінуге болады ғой әрине. Сен өзің не қолданасың, немен жуынасың? Фери ғой. Не үшін? Азасын дейді ғой. Фери майды кетіреді екен ғой. Төрт әйел алсаң, төртеуіне бірдей қарау керек дейді. Бірдей қарап отырмын ба? Бірінші әйеліме үй әпердің ба? Қалған 4 әйеліңе бірдей үй әпересің. Иә. Бірінші әйеліңе машина әпердің ба? Бәріне бірдей машина әпересің. Шуба әперді ма? Бәріне бірдей шуба әпересің. Я бірақ аға сізге қызығып отырмын. Қызығып отырмын. Төртеуіне бірдей қарайсыз. Бірдей қараймын. Төртеуіне бір үй. Төртеуінің астында 4 машина. Бәрінде бір шуба, иә? Жоқ, қайдағы? Ешқайсысына ештеңе әпермеймін мен. Иә? Бірдей қарап отырмын ба? Мысалы, біріншісіне машина әперген жоқпын. Иә. Үшеуіне де әперген жоқпын. Біріншісіне үй әперген жоқпын. Үшеуіне де әперген жоқпын. Шуба әперген жоқпын. Үшеуіне де әперген жоқпын. Көрдің бе? Ештеңе жоқ. Ешқайсысына ештеңе әпермеймін, сонда бірдей қарап отырмын ба? Я өздері алсын. Мендей бай болған қуансың ба? One way tickets, one way tickets, one way tickets, one way tickets. Қарындас, сізбен билеуге бола ма? Қарындас, қай жылғы боласыз, қарындас? Сылқым жігіт. Қайда шықтыңыз кештетіп? Жұмыс жаққа барып қайтайын деп едім. Сізге мерекелік демалыс емес пе еді? Иә. Коллективтегі қыз-келіншектерді 8 наурызбен мерекелерімен құттықтап, сыйлық беріп қайтуымыз керек еді. Бастық айтқан, тапсырмасы ғой, бастықтың тапсырма ғой. Сен әуелі Құдай қосқан қосағыңды, балаларыңның анасын, өзіңнің жан-жарың мына мені құттықтап сыйлық берген жоқсың ғой? Мен сияқты күйеуің болғаның өзі сыйлық қой саған. Қойшы сен де. Қайдағыны айтпай. Қалай, әдем болып тұрмын ба? Әдемілік әйелге ғана жарасқан. Еркек маймылдан сәл әдем болса жетеді. Да?
Қат береш? Шынымен? Сені сәлеға демекен ғой мен, жарайды, кеттім. Бүгін мен үшін өте бір керемет, естен кетпейтін күн болды. Саған ше? Маған да солай болар еді, бірақ. Не бірақ? Бірақ бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты ма? Бірақ ол саған байланысты. Ту, енді жұмбақтамай айтшы, не ол? Айта берейін ба? Я? Сүйсекші. Дәл қазір ма? Я? Не, келесі жол бола ма? Не, ұялып отырсың ба? Бізден басқа ешкім жоқ? Жоқ, ұялып отырған жоқпын. Мен сүйісе алмаймын. Не? Мен өмірімде ешкіммен сүйісіп көрмегем. Келесі жол бола ма? Қазір сүйісе алмасаң, келесі жолы қалай сүйісесің? Жақсылап үйреніп келем ғой. Үйреніп келем ғой жақсылап. Міне бағана бір айтып отқан сол адалдық, әділдік. Міне қанша қарның ашып тұрса да адал, әділ бол. Адалдық арманыңа жеткізер деген. Міне, түсіндің ба? Енді мен бұл әңгіменің бәрін не үшін айтып отырмын саған? Бүгін бір қызық оқиға болды. Бүгін таңертең жұмысқа бара жатсам, жерде ақша жатыр. Жерде? Санасам 15 мың теңге. 15 мың? 15 мыңды алдында ғана сол жерде милицияға барып тапсырдым. Ойбай, не үшін? Ой, біреудің адал ақы маңдай тері ақшасы ғой ол. Ал енді саған сұрақ енді. Сол 15 мыңды сен тауып алсаң, не істер едің ал? Мен ба? Дәл сіз сияқты өтірік айта салатын ем. Иттің баласы. Көріп қойдың ба? Оңбаған десеш. Мә, шот ал саған. Адал бол. Адал бол. Әкеңе адал бол. Түсіндің бе? Таптың ба? Бөліс. Материалдық жағдайым келмейме. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкумассалам. Ақсақал, мынау қалың жұртшылық, көгілдір экранның ар жағындағы қарапайым халық сіздің осы жасқа қалай жеткеніңізді білгісі кеп отыр. Соны бізбен сіз бөліссеңіз. Осы жасқа қалай жеттіңіз? Дәрі іштіңіз ба? Болмаса спортпен айналыстыңыз ба? Спортпен де айналыспадым, дәрі де ішпедім. Сонда осы жасқа қалай жеттіңіз, ақсақал? Сен тыңда. Күніге шегетін 5 башқы беломыр. Төу, 20 атым насыбай. мәссаған. Бір бөшке пива. 2 литр спирт. Одан қалса 2 самауыр көгнар. Не, күніге осы? Төу, ақсақал, сонда сіздің жасыңыз нешеде? 35-те. Ой, шигол. Әжептеуір қарияма десем? Кете бәрі. Әжептеуір қарияда бұмыры сыйлап отырмын ғой? Кина камера кет. Аба, қорқатын ештеңе жоқ. Денсаулығыңыз аттай. Аттай. Міне анализіңіз бәрі қолымда тұр, міне. Сахарыңыз қалыпты, жүрек қағысыңыз қалыпты, давлениеңіз қалыпты. Аба. Сіз қорқа бересіз басталып. Мынандай денсаулықпен, аба, әлі 100-ге дейін демей-ақ қояйын. 100-ге демей-ақ қояйын. 90 да демей-ақ қойыш, жиде. 90 да демей-ақ қояйын. 80 жасқа жетіп өлесіз. Міне, мен айтты дейсіз. Міне, анализіңіз. Не болды, апа? Ой, ақша сұрап отқан жоқ ма, апа? Не болды? 3 күннен кейін балама 80-ге толам ғой мен. 3 күннен кейін ба? Құтты болсын, апа, құтты болсын. Көрмей қалсақ, жатқан жеріңіз жайлы болсын, апа. Жатқан жеріңіз жайлы болсын. Топырағыңыз торқа болсын, апа. Сәлем айта аламыз. Не отырсың мынау? Сен екеуіңнің үйің бар ма жоқ па? Неше күн болды менің үйімде осылай отырғандарыңа?
Сен қанша рет уәде бердің маған қойдым деп картаны? Болды, айқайлама. Айқайлайын ба, айқайламайын ба, өзім білем. Өзімнің үйім. Енді бұл біздің үйіміз емес. Немене? Иә. Өзіңнің әйелің мына мен ойламадың ба? Енді сен де менің әйелім емессің. Болды. Не? Мені де картаға тігіш бердің ба, оңбаған? Айтшы әйеліңе айқайлай берме деп. Сөзің өтпей ма? Әлі ақ бақты өп кетеміз.